Алюга, сен қай мультфильмді жақсы көресің? Три кота. Үш мысық туралы, иә? Сол үш мысықтағы қай кейіпкер ұнайды саған? Карамелька. Карамелька ұнайды екен, достар. Міне балалар, карамелька. Сендерге ұнай ма карамелька? Қазір осы карамельканы саламыз. Ал балалар, алдыңдарға бояуларымды, қағаздарымды. Карамельканың басын саламыз. Қызғылт, сары түсті, иә? Қызғылт бізде сары. Көбірек аламыз. Ең басында басын саламыз қазір. Үлкен домалақ шеңбер саламыз. Сосын ішін бояймыз. Күштілеп ішін бояймыз. Карамельканың ағалары бар, иә, Аяру? Кім аттары? Компот козак. Компот пен коржик екен. Басын домалақ қып саламыз. Енді екі құлағын саламыз. Сол жағын, сосын оң жағын. Үшкір құлақтары келеді карамельканың екі жағынан. Міне, үшкір екі құлағын салдық. Енді карамельканың көйлегін салайық. Көйлегі қандай түсті, Аяру? Красный. Красный, қызыл түсті болады, иә? Иә. Қып қызыл түсті қазір. Аямақ қызыл түсті бояп. Үшбұрышты болып келеді оның көйлегі карамельканың. Трапецияда болып келеді екен. Осыны енді қызылап бояймыз. Қып-қызыл әдемі көйлегі бар карамельканың. Енді щеткамызды дұрыстап, жақсылап жуып аламыз, сүртіп. Сосын аяғымен қолын саламыз. Аяғымен қолы қоңыр түсті болады. Не балар? Андай қоңыр түсін аламыз. Екі аяғын саламыз енді. Екі аяғын саламыз. Екі дүзу сызық саламыз. Екі аяғын салдық. Енді қолдарын саламыз. Қолдарын да сол қоңыр түсті қылып саламыз. Қолдарын саламыз екі сызық. Сол жағынан және оң жағынан. Саусақтарын, мультиктағыдай саусақтарын салайық. Тура осылай. Енді карамельканың мұртын саламыз. Үш сызық. Біреу, екеу, үшеу. Сол жағынан біреу, екеу, үшеу. Енді көздерін салайық. Көзін бірінші екі үлкен ақ краскамен екі көз жасаймыз. Ақ красканы аламыз, қалыңдау болып. Көздерін саламыз екі домалақ. Екі домалақ көздерін саламыз. Көздерін салып біттік, балалар. Ал енді мұрнын мен аузын салайық. Міне. Аузын.
Енді кірпіктерін салайық. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу ғып. Өте ұқыптығы. Көздерін салайық. Көздерінің қарашығын салып шайық. Ұқсап бара жатыр ма? Мына қарамен үстінен былай сызып қойсаңдар да болады. Енді басындағы бантигін салайық. Ол да көйлегіне сәйкес қызыл түсті болады. Міне, басында осындай сүйкімді қызыл бантигі бар, карамельканың. Енді біз несін ұмытып бара жатырмыз, Айару? Хвост. Хвостик дейді. Құйрығын ұмытып бара жатырмыз салуға. Мына жерде былай құйрығын салып кетейік. Карамельканың құйрығын. Полосками дейді Айару. Қоңыр түсті полосками. Қоңыр түсті сызықтармен сызып шығамыз. Оны жіңішке щеткамен көрсетіп шығайық. Міне біреуін салдық. Екінші сызық. Үшінші сызық. Болды міне. Карамелькамыз дайын. Ұнаса, лайк басып кетіңдер балалар.